Вакцина дегеніміз бактерия, вирус, тағы басқа патогендердің ең әлсіз немесе өлі түрін адамға егу арқылы организмді жұқпалы аурулардан алдын ала сақтану және олардың иммундық қасиетін арттыру үшін егілетін препараттар. Вакцина егу арқылы ағзаның иммундық реакциясын тудырады. Ағзада антиденелер шығарыла бастайды. Антидене – бұл ағзаның иммундық жүйесі аурумен күресу үшін табиғи жолмен түзілетін ақуыздар. Антиденелер вакцина құрамындағы патогендерді есте сақтап қалады. Сол қоздырғышқа сай антидененің жаңа түрі пайда болады. Егер сол қоздырғыш ағзаға ауру болып енсе, иммундық жүйе, соның ішінде дайын болған антиденелер, аурудың дамуына жол бермей, оның көзін жояды. Қазақстандық егу күнтізбесіне сай балаңызға міндетті түрде екпе салдырыңыз. Себебі балаңыз қоршаған ортамен үнемі байланыста болады. Балалармен ойнайды, ойыншық алмасады, ойнап жүріп бір жерін жарақаттап алады, ауа тамшы арқылы да жұғады. Екпе салдыру арқылы балаңызды түрлі қоздырғыштардан, аурулардан қорғайсыз. Екпе салдырғаннан кейін жарты сағаттай емханада бола тұрыңыз. Реакция пайда бола қалса, көмек көрсетілу үшін. Сонымен қатар 3 күн медицина қызметкерінің бақылауында болуы керек. Балаға үйге келіп патронаж жасап тұрады. Кейбір балаларда екпеден кейін дене қызуының жоғарылауы, егілген жердің жергілікті ісінуі болуы мүмкін. Ондай әсерлер баланың иммундық жүйесіне байланысты. Егер балаңызға екпе салдырудан бас тартсаңыз, балаңыздың болашағына балта шабасыз деген сөз. Қоздырғыш жұқтырып, ауырып қалған жағдайда балаңыздың жағдайы қиын болады. Мүгедектікке әкеліп, тіпті қайғылы жағдайлар орын алуы мүмкін. Сондықтан балаңызға міндетті түрде екпе салдырыңыз. Назар аударғаныңызға рахмет.